бірінші сары майға ұнды араластырып жақсылап екеуін не қылып илеп аламыз онымен. Осылай сары болған кезде айранға тұз не қосып, ұнта қосып илеп, жақсы қамыр қылып илеп аламыз. Үйін қандырып тұрып илейміз. Ұн керек болады азғана. Қолыңыз жабысып жатса, кішкене ұн қолданып жіберсеңіз болады. Сөйтіп кәдімгідей қамыр илеп, барлығын илеп болған соң, оны тұндыруға жібереміз. Жарты сағат тұндыруға қойсақ, сол жеткілікті. Сосын 2 пияз, 1 картошка жетеді өзіме. Мен тапам кішкентай болған соң. Сол 2 пиязды ашып, 1 картопымды ашып, турап, фаршыма салып, фаршым где-то 500 грамм. Сосын қамыр жаюды бастадым. 2-ге бөліп, бірінші қамырды 2-ге бөліп аламыз. Сосын бөліп болған соң, оны домалақтап жаюға кірісеміз. 4 бұрыш қылып жайып, оны орналастырамыз. Неге? Жайып болған соң. 4 бұрышты қатты қалың болмау керек, орташа. Барлық жерін бірдей қылып жаясыздар. Сосын тапамызға салып, фаршымызды салып, әдемілеп жайғастырып, кейін фаршты андай бір жағы қалың, бір жағы жұқа емес, бәрін бүйтіп реттеп салып, осылай видеодағыдай жасасаңыздар, өте керемет піседі. Сосын бетіне жаңағыдай тағы бір қамырды жаюға көшеміз. Қазір осыны бітіріп болған соң. Бұл жерде де тағы қамырды жаямыз. Сосын бетін жауып, жаңағыдай шеттерін осылай қолымызбен өріп шығамыз. Самсаны өргендей. Вуаля, міне піскені. Дәмі енді керемет. Бүгін қонақтар келеді, как раз соларға ұсындым.